Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге тауық етінен өте оңай әрі тез дайын болатын дәмді самса жасап көрсететін боламын. Соны дейін қарап ұнаса лайк басып, құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Каналыма жазылып қойыңыздар. Қамыры да қытырлақ, дәмді болып шығады. Салмасының да рецепті өзгеше. Ол үшін лайықты мөлшерде тауық етін кубиктап турап аламыз. Онан соң бір тал пиязы керек болады. Оны да кубиктап турап аламыз. Одан соң тауық еті мен пиязыны қосып, оған дәміне қарай тұз, бұрыш, зіра, лайықты мөлшерде қызыл бұрыш немесе паприка қосамыз. Ақ күнжіттен бір қасық қосамыз. Крахмалдан бір қасық саламыз, араластырып аламыз. Одан соң соя соусынан 1-2 қасық қосамыз. Стручный соустан 1 қасық қосамыз. 1-2 қасық өсімдік майын тамызамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қамырына дайын қатпарлы қамырды алдым. Көп даярлап тоңазытқышқа салып қойғанмын. Соны алып ерітіп аламыз. Одан соң қамырға салып, видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Осы қатпарлы қамырдың жасалу барысын мен осы каналға салғанмын. Алдыңғы мазмұндарда бар, қарасаңыздар. Одан соң бір тал жұмыртқаны шағып бетіне жағып шығамыз. Одан соң ақ күнжіт сеуіп шығамыз. Духовканы алдын ала қыздырып қоямыз. 210 градус духовкада 15-20 минут шамасында пісіріп аламыз. Самсаларымыз пісіп болды. Өте дәмді болып шығыпты. Маған өте ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.